Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағына қош келдіңдер. Бөлім денсаулық зор байлық. Тақырыбы бас әріппен жазылатын сөздер. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты оқудың түрлерін қолдану, мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау. Бүгінгі сабақта бас әріптен бастап жазылатын сөздермен танысасың. Балалар, бүгінгі сабақтың бағалау критерийлерімен таныстырып өтейін. Оқудың түрлерін қолданады, берілген сурет бойынша мәтін тақырыбын болжайды, сұрақтар құрастырады. Бас әріптен бастап жазылатын сөздерді атайды. Балалар, жаңа тақырыпқа кіріспес бұрын біз өткен тақырыпты пысықтап бекітіп алайық. Бүгінгі көпір тапсырмасы ретінде мен сендерге семантикалық карта дайындап келдім. Өздерің көріп тұрғандай, мына бірінші бағандағы сөздерді оқып, оларға сұрақ қойып, олардың қай сөз табына жататынын анықтауларың керек. Ал қане, кім жылдам екен, бастаймыз. Орындап болдық деп ойлаймын, балалар. Жарайсыңдар, балалар, тамаша. Бұл тапсырманы қатесіз орындағандарыңа сенімдімін. Балалар, енді экрандағы суретке назар аударайықшы. Нені көріп тұрмыз? Бүгінгі оқитын мәтініміз қандай тақырыпта болады деп ойлайсыңдар? Қане, тақырыпты болжап көрейікші? Бұл жаз мезгілі. Балалар судың жағасында тағам пісіріп отыр. Қазір оқулығымызды ашып, 76-шы беттегі дәмді сорпа деген мәтінді барлығымыз іштей оқып шығамыз. Оның мазмұнын жақсылап түсініп аламыз. Қарамен жазылған сөздерді тауып, оларға сұрақ қойып, жазылуына мән беріңдер, жарай ма? Мәтінді түсініп болғаннан кейін сендерді Zoom арқылы 2 топқа топтастырып, топтық тапсырма орындайтын боламыз. Ал мәтінді оқуға кірісейік. Оқып болдық қой деймін, балалар, Олай болса, топтық тапсырманы үйлестірейін. Бірінші топ, оқыған әңгімелеріңнің мазмұны бойынша 3 сұрақ құрастырасыңдар. Екінші топ, осы оқыған мәтіндегі негізгі ойды анықта, яғни осы мәтінді оқи отырып, сендер өздеріңе не түйдіңдер? Соны араларыңнан бір оқушы баяндап берсін. Тамаша, балалар, жарайсыңдар. Олай болса, топтық жұмысымызды өзімізді бағалаумен қорытайық. Егер сен топтық жұмысқа өте белсенді қатысатын болсаң, жұлдызшаны аласың. Егер жақсы деңгейде қатыссаң, тік 4 бұрышты аласың. Егер орташа деңгейде қатысатын болсаң, онда сен 3 бұрышты аласың. Балалар, қазір бүгінгі тақырыпқа байланысты мына видеоны көріп, жақсылап түсініп алайық. Аға, маған көмектесіп жібересіз бе? Қане, көрейік. Мына тапсырманы қалай орындаймын? Буындардан адам аттарын құра. Дана, әр вагонында сөз жазылған пойызға қарашы. Бас әріптен басталған буынды көріп тұрсың ба? Иә, ай. Енді қалған вагондардағы буындардың әр қайсысын осы буынмен қосып оқысаң, адамның аттары шығады. Ай бар. Айдар. Айдос. Айдын. Айқын. Мұнда буындар шашылып берілген екен.
Бас әріпті буында екеу, сондықтан аздап ойлану керек. Еркін, ермек, Нұрбек, Нұргүл, Нұрай, ерлік. Тамаша. Сен көптеген адам аттарын құрастырдың. Олардың қалай жазылатынын байқадың ба? Иә, бас әріптен бастап жазылады екен. Аға, мен осындай бір пойызға мініп, бүкіл Қазақстанды аралағым келеді. Несі бар? Мінсек мінейік. Қане, қайда барғың келеді? Менің барлық жерге барғым келеді. Дана, картадан не байқадың? Картадағы Атырау, Жезқазған, Өскемен, Шымкент және тағы басқа қала аттары бас әріптен басталыпты. Иә, дұрыс байқадың. Барлық жер су аттары әрқашан бас әріптен бастап жазылады. Бәрінен де жайлаудағы атамызға барсақ қой, Ақтөс және Бөрібасар деген екі иті бар еді. Тайбурыл да үлкен арғымақ ат болған шығар. Аға, Ақтөс, Бөрібасар, Тайбурыл бәрі де бас әріптен бастап жазыла ма? Иә, үй хайуанаттары мен жануарларының аттары да бас әріптен бастап жазылады. Айталайық. Бас әріппен жазылатын сөздер. Кісінің аты жөні бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, ермек, ерлік, Нұргүл, Нұрай. Жер су аттары бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Алматы, Тараз, Ақтау, Семей. Үй хайуанаттар мен жануарлардың аттары да бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Ақтөс, Бөрібасар, Тайбурыл. Балалар, адамның жер су аттары бас әріптен бастап жазылады екен. Мысалы, Досан, Қарағанды, Балуан Шолақ спорт кешені. Бұл адамның, қаланың аттары екен. Сонымен қатар жаңа бейне үзіндіде айтып өтті, үй хайуанаттары, жан-жануарлардың аттарының барлығы да бас әріптен бастап жазылады екен. Балалар, өздерің жаңа ғана оқыған дәмді сорпа мәтініндегі бас әріптен бастап жазылған сөздерді тауып көрші. Қандай сөздер бас әріппен жазылып тұр? Және оларға сұрақ қояйық. Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Ол жердегі бас әріппен жазылып тұрған аттар адамның аттары. Сондықтан да олар бас әріптен бастап жазылады. Және адамдарға кім деген сұрақ қояды екенбіз. Балалар, қазір мен сендермен балық аулау ойынын ойнағым кеп тұр. Экрандағы мына қармақтарды үстін басатын болсақ, біздің қармағымызға неше түрлі суреттер ілінеді екен. Сендердің міндеттерің сол ілінген суреттерді қатыстыра отырып, ауызша сөйлем құрайсыңдар. Мысалы, ненің суреті, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балық. Қане сұрақ қойып көрейік. Не? Балық, иә? Балық сөзін қатыстырып, қане кім сөйлем құрайды екен? Жақсы. Келесі суретті ашып көрейік. Бұл не, балалар? Бұл кітап. Кітапқа сұрақ қоямыз және кітапты қатыстырып, сөйлем құраймыз қане. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа сендерді өте жақсы, белсенді қатысып отыр деп ойлаймын.
Келесі кезекті жазылымға берейік балалар. Дәптерімізді ашып, 4-ші жаттығуды жазбаша орындаймыз. Алдымен жаңылтпашты жаттаймыз, сосын оны жатқа жазады екенбіз. Ол жердегі адам аттарының астын сызып, оларға сұрақ қоямыз. Балалар, алдымен менің артымнан жаңылтпашты қайталап, жаттап алуға тырысыңдар. Қане, мен бастайын. Жарыста Ораз озар ма екен, Ажар озар ма екен? Қане, кім жылдам жаттайды екен, айтып көрейік. Ішімізден бірнеше рет қайталап, жаттап аламыз. Кім жаттап алды, балалар? Оқулықты жауып қойып, дәптерге жатқа жазамыз. Және бұл жаңылтпаштың ішіндегі адам аттарының астын қарындашпен сызып қоямыз. Өздерің байқағандай, адам аттары бұл жерде де бас әріппен бастап жазылып тұр. Ал қане, жазуға кірісейік. Дәптерге таза, әдемі, реттілікті сақтай отырып жазамыз. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Сендерді өте сауатты, таза жазды деп сенемін. Балалар, бүгінгі сабағымызға саралау тапсырмасын орындап көрейік. Қазір мен сендерге Learning Apps-тан дайын тест түріндегі ойын ойнатам. Өздерің білесіңдер, әр сабақта ойнап жүрміз. Ойын бәйге деп аталады. Кім тестке дұрыс жауап береді, сұрақтарды, тапсырмалар дұрыс орындайды, сол қатысушының бәйгеден мәре сызығына бірінші келеді. Міне балалар, бәйге ойыны. Біз бұл жерден бірінші ұяшықты таңдаймыз. Ұяшықтың артынан бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырмалар ашылады. Мысалы, біріншісін оқып көрейік. Бас әріппен жазылатын сөзді тап. Ақтөс, қала, ыдыс, адам. Қайсы бас әріппен жазылады? Ақтөс деген бас әріппен жазылады. Міне дұрыс жауабы жасыл түс жану керек. Міне осылай балалар, барлық тапсырманы қазір өздерің орындап шығасыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталып келеді. Сабаққа кері байланыс береміз. Бүгінгі сабақтың кері байланысы нысан түрінде болады. Егер бүгінгі тақырыпты түсінбесең, жебең көк түске барады. Егер орташа деңгейде түсінсең, қызыл түсті таңдайсыңдар. Ал егер сабаққа жақсы белсенді қатысып, тақырыпты түсінсеңдер, онда жебелерің қызыл түске барады. WhatsApp желісі арқылы сабаққа міндетті түрде кері байланысты беріңдер, жақсы ма? Сендердің жауаптарыңды күтемін. Олай болса, бүгінгі сауат ашу сабағы аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңа көп рахмет, жарайсыңдар. Сау болыңдар балалар.